Алматы қалалық білім басқармасының қолдауымен дуалды оқыту жүйесі кәсіби біліктілікті арттырудың жаңа мүмкіндігі ретінде студенттерді кәсіпорынға бейімдеуге арналған іс-шаралар өткізілуде. Негізгі мақсат бітіруші түлектерді жұмыспен қамтып, кәсіби біліктілігін шыңдауына әлеуметтік серіктестіктерінің қолдауымен дамыту. Өздеріңіз көріп тұрған мына жастар қалалық семинарға белсенді түрде қатысушылардың бірі. Олар мұнда аспаздықтың түрлі тәсілдерін көрсетіп, білген түйгендерін ортаға салуда. Жалпы дуалды оқыту жүйесімен білім алған оқушының барлығы жұмысқа орналастырылады, 100%. Бұның өзіндік бір ерекшелігі сонда. 100% жұмысқа орналастырылады. Қазіргі таңда Алматы қаласы бойынша айтатын болсам, 361 кәсіпорынмен осындай тығыз байланыс орналастырылған бізде. Айта кетейік, Алматы қаласында 48 колледж бар. Олардың барлығы білім және ғылым министрлігінің қолдауымен дуалды оқыту жүйесіне қосылған. Дуальды оқыту жүйесінің мақсаты қоғамға қажетті техникалық салаға білікті кадрларды даярлау. Мәселен, біздің Алматы мемлекеттік бизнес колледжі қабырғасында ауыз толтырып айтарлық жұмыстар атқарылып жатыр деуге болады. Бүгінгі шарада өздерінің біліктіліктерін көрсетіп жатқан жастардың барлығы біздің студенттер. Дуальды оқыту жүйесімен 500-ден астам жас қамтылған. Оларды келешекте жұмысқа баулу үшін әлеуметтік серіктестіктерімізбен тығыз қарым-қатынас орнаттық.